Қайырлы кеш қыздар, қалайсыздар? Так, тіркеле берсін, қыздар кіре берсін. Сұрақтарыңыз болса дайындаңыздар. Прямой эфирге шықпағалы көп болыпты. Так, кішкене жатырқай қалыппын мен. Рахмет. Жақсы, шүкір. Кеш жарық қыздар. Так, қыздар қосыла берсін. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Қандай жаңалық болып жатыр? Қандай сұрақтарыңыз бар? Кері байланыс жасай беріңіздер, жаза беріңіздер. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Так. Менің основной парақшам уже неше ай болды, почему-то не болмай тұр. Прямой эфирге кірмей тұр қыздар. Араларыңызда соған разбираться ететін адамдар бар ма? Кеш жарық, арт-терапияға мүлдем сурет саламайтын болсам қалай болар екен дейді. Қыздар, арт-терапияға сурет салатын болу шарт емес. Арт-терапия вообще сурет салу жайлы емес. Сәлеметсіз, парақшаңызда ештеңе қалмаған. Жоқ, қыздар, бұл басқа парақша, екінші парақша. Ана парақшам тұр. Ол парақшаны біраз уақытқа демалысқа қалдырайын деп тұрмын. Біраз уақыттан кейін, когда мүмкін прямой эфирге рұқсат берсе, сол жақтан шығамын біраз уақыттан. Просто қанша уақыт болды, ол парақшада прямой эфирге кіре алмай жүрмін. Ал прямой эфир мен үшін өте керек, бөлісіп тұрайын, сіздермен обратный байланыс жасап тұрайын деп осы қосымша парақша аштым. Сол үшін уайымдамаңыздар. Так, Алматы қаласынан қыздар бар ма, қыздар? Алматы қаласынан. Егер Алматы қаласынан болсаңыздар, четверг күні арт-терапия болады, қыздар. Қалайсыздар? Сәуле, Нағима мына жерде менің психолог курсынан өтіп жатқан қыздар қосылып жатыр. Пазл курсына қатысушылар бар ма, қыздар, мына жерде? Жайна, қалайсыз? Қызым гиперактивная, кешке ой не могу стою, не істесе болады дейді. Ол неше жаста? Неше жаста? Қалайсыз? Так, алматылық қыздар, четверг күні мощный арт-терапия болады. Мүмкіндіктеріңіз болса қалмай келіңіздер. Арт-терапия деген өте керемет психологияның бір бағыты. Ол арт-терапияда адам, мысалы, бізде сана бар және бейсана бар, иә? Мысалы, біз саналы түрде ренжи алмаймыз, себебі бейсанамызда қандай да бір бұзылыс бар. Немесе саналы түрде біз ойымызды ашық жеткізе алмаймыз, себебі бейсанамызда бір қандай да бір бұзылыс бар, проблема бар, иә? Арт-терапия сол бейсанада не проблема бар екенін өте бір көркем түрде, экологично, жұмсақ түрде тауып береді және оны шешіп береді. Яғни біз саналы түрде басқара алмай жүрген дүниелерді басқарып тұратын бейсана бар. Яғни біздің балалық шақтан бері көрген нәрсеміз, түйген нәрсеміз бейсанамызда установка болып қалыптасады. Бейсанамызда қандай да бір сценарий болып қалыптасады. Оны сіз өзіңіз таба алмайсыз. Оны тауып беретін психолог жаңағы арт-терапияның көмегімен, арт-терапиялық инструменттердің көмегімен оны тауып қана қоймай, еще оны жөндейді.
Сол үшін бұл өте бір мықты бағыт. Оны жаңа 1938 жылы бір мықты бір кісі сол арт-терапия арқылы, өнер арқылы өзінің туберкулезін емдеген екен. Кейін ол түсінген, что көптеген ауруларға бұл нәрсенің ем екенін. Мысалы, байқайсыздар ма, балалар өздерінен өздері құммен ойнайды, балалар өздерінен өздері сурет салады, сызады. Неге? Себебі балалар өздерін бейсаналы түрде өздері емдеп жүреді. Олар стенді шимайлайды, мысалы, олар қолдарын шимайлап тастайды, там унитазды бояп тастайды, раковинаны бояп тастайды. Шын мәнінде балалар өздерінің ішіндегі агрессияларын, қандай да бір тұншыққан эмоцияларын сол нәрсе арқылы шығарып жатыр деген сөз. Ал біз өсіп кетсек те, біздің ішімізде де бір бала бар. Есть внутренний ребенок. Ол балаға кезінде сурет салдырмаған, ол балаға еркін болуға рұқсат бермеген, ол балаға өз ойын ашық айтуға рұқсат бермеген, ол баланы тұншықтырған, былайша айтқан кезде эмоцияларын шығаруға көп запрет қойған. Сол себепті біз өскен кезде де почему-то мы все қандай еркін емеспіз, мы не свободные, мы почему-то несчастные, біз бәріміз почему-то жертва болып жүреміз, почему-то мы все грустные, біз шынайы бола алмаймыз, адамдардың бәрі почему-то маскамен өмір сүреді, ойларын просто ашық айтып тастап жүре бере алмайды, угождать етіп тұрады, шынайы әңгімеден қашып тұрады, абьюзер, тиран адамдардың жертвасы болып жүреді, немесе өмірде көп спасатель болады. Осының барлығының себебін тауып беретін, оны емдеп беретін әрине арт-терапия бағыты. Арт-терапияның ішінде еще мынандай маг-терапия деген бағыт бар. Бұл да өте мықты инструмент, адамның бейсанасындағы болып жатқан бұзылыстарды табатын, сценарийларды табатын, қорқыныштарды табатын. Егер қаласаңыздар, қазір бір осы маг-терапиямен бір терапия жүргізейік осы эфирде. Так. Қазір. Қазір мен бір суретті алайын. Давайте мына осы жайлы қазір тағы да бір. Не көріп тұрсыздар? Кімді көріп тұрсыздар? Бұл не сезініп отыр? Не ойлап отыр? Бұл жерде сіз барсыз ба? Сіздің осы суретке қатысты сезімдеріңіз қандай? Сізді сағынып қалыппыз. Рахмет, қыздар. Алматыдан болсаңыздар, міндетті түрде четверг күнгі арт-терапияға келіңіздер, қыздар. Күшті болады прямо. 15 мың теңгеге терапия өтесіздер ғой. Мен білесіздер ғой, менің терапиям қымбат тұрады, 50 мың теңге тұрады. Ал ол жерде не бар, 15 мың теңгеге 3-4 сағат отырып от үйді терапия жасайсыздар. Өздеріңіздің установкаларыңызды табасыздар. Так, қыздар, кері байланыс жасаңыздар, не көріп тұрсыздар? Женщина в ожидании. А что она ждет? Жалғызсырап отырған әжені көріп тұрмын. Қатты ойланып отыр. Не жайлы ойланып отыр? Сол орыс апаға сіздің чувствоңыз қандай? Жалғыз қалған ана ойланып отыр дейді. Ұрысқақ әже, өмірге өкпелі. Өзімен жұмыс істеп қартайып гармонияда отырған адам, машалла. Ойланып отырған апа. Не жайлы ойланып отыр? Сезімдері қандай? Классно, машалла. Пазл деген духовная энциклопедия. Я, қыздар, енді пазл курсы мош қой енді. Рухани да білім бар, психологиялық да білім бар, интеллектуально да бар. Вот и до, короче. Не керек, соның барлығын сол пазлдан табасыздар. Это как карманный психолог, как карманный помощник. Любой уақытта тұнжыраған кезде, қиналған кезде кіріп ашып оқи салатын нәрсе, тыңдай салатын. Қарсы бетінде оған клиент келіп отқандай, бұл әйел кісі психолог терапия отыр, білмеймін, солай ойландым дейді.
Что вы к ней испытываете? Бұл әйелге қарағанда сізде қандай сезім оянады? Мықты әйел болған, қартайып шаршаған әйел. Жан жағын жинақ ұстап отырған. Күмісхан, сіз өзіңізге расслабиться етуге рұқсат бермейтін әйел сияқтысыз. Шын айтам ба? Жалғыз қалған ор сапаларды жолықтыра беремін дейді. Сол кезде қандай сезім оянады? Терезедегі көрініс ұнап тұр, назарым сол жаққа ауып тұр. Неге? Демалып отырған әйел сияқты. Таң, ай, назар. Ощущение, как будто сізге бір свобода жетпей жүрген сияқты. Я права? Қазіргі болып ортаңыз сізге онша ұнамайды. Сіз сыртқа шыққыңыз келеді, басқа бірдемені көргіңіз келетін сияқты. Я чувствую уверенность в ней, нет сожаления к жизни, ощущение, что прожила хорошую, достойную жизнь. Машалла, күшті. Перфекционист әже дейді, демалып отқан сияқты дейді. Почему перфекционизм? Мә, қайдан рұқсат берейін мектеп үй қызметтерінен дейді. Вот, Күмісхан қараңызшы, қайдан рұқсат берейін мектеп үй қызметтерінен. Сіз содан бақыттысыз ба? Өстіп, тұрмыстың, жұмыстың құлы болып жүргеніңізден бақыттысыз ба? Шаршап демалып отырған әйел. Бесен Адина. Қатты демалғыңыз келіп жүрген сияқты, шаршап демалып просто ештеңе ойламай отыр. Ойдан шаршап кеткен адам сияқтысыз, бейбейсіз. Sweetberry. Бер жағында күйеу, ар жағында әйел әңгімелесіп отыр. Ақмерей, что у вас насчет с мужем отношений? Диалог. Қандай диалог бар, бітпей жатқан? О чем общение? Өткен өмірін еске алып отыр дейді. Гүлнұр Есенгелдиновна, что у вас в прошлом? Намаз оқып болған секілді, жай намаз секілді қолындағысын дейді. Құлшылыққа қатты мән бересіз. Сахитовна, құлшылық пен тіршіліктің балансын ұстай біліңіз. Қазір көп адамдарда осы мұсылмандарда осымен проблема бар. Құлшылық пен тіршілікті баланста ұстай білмейді. Как будто өмірдің мәні тек қана намаз сияқты ше. Намаз оқығанымен ғана өзін бағалайды да. Если мен намаз оқысам, океймін. Дұрыстап оқысам, океймін. Но мына жақта еще тіршілік бар ғой. Алланың алдында біздің намаз оқығанымыз емес, намазымызға сай болғанымыз маңыздырақ. Орыс апаларға аяушылық сезім дейді. Не себепті сіз оларды аяйсыз? Спасатель бар сізде. Жайна. На самом деле, если честно, біздің қазақтың апаларына қарағанда орыс апалар бақытты негізі. Они свободные. Олар еркін. Олар ешкімді міндетті деп санамайды. Олар біздің қазақ апалар сияқты ойбай келінін жамандап келінен күтіп отырмайды. Бала шағасына байланып алмайды. Маған свобода керек ау деймін. Бабушка смотрит телевизор. Что она там смотрит? Өткенім еске ала берем, есіме шықпайды. Вот, вы живете в прошлом. Ал өткенмен өмір сүру ол шайтанның бір торларының бірі қыздар. Адам бүгінмен өмір сүру керек, ертеңге жоспар құру керек. Сіз өткенді еске ала бергеннен ол ештеңе өзгеріп жатқан жоқ па? Что там такого? Енді қыздар, мен қазір сіздерге бір қызық нәрсе айтамын. Балалар тастап кеткен көбісі жоқ. Вы так не считаете, қыздар. На самом деле, балалар тастап кеткен жоқ. Это они сами выбрали остаться одни. Потом, біз қазақтың апа-аталарын тастап кетпеу керек деп, оларға бір бейшара адамдар сияқты қараймыз, иә? Хотя қазір 60-70-тегі адамдардың өзі бодрый, иә? Қазір, мысалы, бұрынғы кездегі 60-70-тегі апаларға қарағанда, қазіргі 60-70-тегі адамдар бодрый, мысалы. И оларға, если честно, балаларының көмегі керек емес. Керісінше оларды аяған сайын олар бейшара бола береді. Масылдыққа оларды біздің қоғамда өздері тәрбиелейді балалардың.
жоқ сіз картидіңіз, отырыңыз. Негізі отырған адам ауру бола береді ғой. Ал орыстың кемпір шалдарын байқасаңыздар, олар бақша егіп жүреді, қолдарына жаңағы лыжный таяқты алып алып тауға шығып жүреді, иә. Себебі оларда масылдық жоқ та. Ойбай, мен келін түсірдім, ол мені қарау керек. Ойбай, мен картидім, менің балаларымды қарау керек деген нәрсе жоқ. Олар өздеріне сенеді де. Ал жаңағы біздің қазақтардың апа-аталары көбінесе балаларына сеніп алады. Сөйтіп олар тез қартаяды, тез ауырады. В общем, сондай болады да. И сіздерге айтатыным, ондай психология сіздерде болмау керек. Ертең мен картигенде бала шағама масыл болып отырамын, олар мені қарасын, олар мені бақсын деген дүние миларыңыздан алып тастаңыздар. Ол вообще дұрыс емес нәрсе. И орыс апалар негізі өздерін не істейді, күтеді. Жаңағы травяной шайларын ішіп, байқайсыздар ма, дәрілерін ішіп. Ал қазақтың апалары жаңағы травяной ішпейді ғой олар. Ауырып өлейін деп атқан кезде айту, давленияларын бір өлшетіп қояды. Өздерін қинап, из чувства вины немерелерін топырлатып соларға қарап, вечно не злые, вечно недовольны. Сонымен не істеп отыр бұл апа, соны айтсаңыз. Қыздар, оны үйтіп мен айтпаймын, бұны сіздер өздеріңіз кім қалай көреді солай. Это метафорическая ассоциативная карта. Бұл жерде дайын ответ жоқ. Әркім өзінің восприятиесімен қабылдайды, өзінің бейсанасындағы установкасымен қабылдайды. Бұл жерде мынандай болу керек, мынандай болу керек, немесе бүйтіп тұр, сөйтіп тұр деген нәрсе жоқ. Түсініп ме, қыздар? Орыстар мен баламды бақты, мен өз балаларымды өздерің бағын. Я вот негізі сол дұрыс та. Біздің қазақтар не міндет қой. Біздің қазақтарда міндет. Біздің қазақтарда из чувства вины. Мен өйтіп прямой айтамайды өзінің қалауларын. Ұят, өзінің шалымен қол ұстасып жүруге ұялады, бақытты болуға ұялады. Олар бізде қазақтарда ел не дейді деген нәрсе бар. Біздің қазақтар ел үшін өмір сүреді. Ал орыстарда ол нәрсе жоқ. Как есть, балалармен ашық сөйлеседі. Ұнаса ұнайтынын айтады, ұнамаса ұнамайтынын айтады. Мен енді олардың несін насихаттап отырған жоқ. Жалпы менің айтатыным осы да. Енді қыздар, қазір мен бір нәрсе айтайыншы. Бағана мен айттым ғой, жаңағы профессор Забира Бекешевна деген кісіден алдында КПТ бағытында білім алдым. Енді арт-терапияны оқып бастадым. Өте мықты кісі. Уже қанша жыл бойы жаңа Қазақстанда психолог болып жұмыс істеген, вузда сабақ береді, профессор, я. В общем, психологияның желігін шағып майын ішкен адам ғой. Сол кісі айтады да, негізі дряхлый возраст деген нәрсе бар. Адам картиген кезде, мысалы 80-90 жасқа келген кезде, адамның миы воспоминаниялармен өмір сүріп бастайды екен. То есть, таңертең мысалы тұрап, мына кемпір, 80-90 жасқа келген кезде, ол анау жоспар құрып, здесь и сейчас болмайды. Ана миындағы воспоминаниялар бар ғой, памятындағы нәрселер. Солар битіп шығады екен да. Соған кіріп кете береді, түсіп кете береді. Егер оның естеліктері приятный болса, оның санасында өміріндегі болған қандай да бір дүниелер приятный болып сақталған болса, ол әже, ол ата жақсы көңіл күйде жүреді. Түсіндіңіздер ме? Біздің өмірде көрген нәрсеміз, біздің ішімізге кірген нәрсе, көзімізден, құлағымыздан, денемізден кірген дүниелер, қыздар, ешқайда шықпайды. То есть воспоминаниялар, болған дүниелер, эмоциялар ешқайда шықпайды. Ол біздің денемізде қалады, естелік болып қалады. И адам жаңағы картиген кезде алжып бастайды дейді ғой, 80-90 жаста сол естеліктермен нені жеді, нені ішті, былайша айтқан кезде қандай эмоциялар алды, қандай естеліктер алды, соны бүйтіп еске түсіріп өмір сүреді екен де. Түске дейін мысалы бір 18 жасындағы бірдемен есіне түсіріп жүруі мүмкін, сол жерде жүруі мүмкін, мәз болып. Или там түстен кейін ол уже бір 30 жасындағы бір неприятный нәрсені есіне түсіп ашуланып жүруі мүмкін мысалда. И адам жақсы қартаяйын десе, абыроймен, сондай бір ешкімге зияны тимей ал қартаяйын десе, онда ол жаңағы терапияға барып, қазден бастап өзінің өткен өміріндегі естеліктерін
жақсы восприятияға ауыстыру керек екен. То есть сіздің бейсанаңыздағы мына өткен өмірдің естеліктерін, воспоминанияларды, жаңағы картотека дейді ғой, файлды переформатировать ету керек. Если сіз жаңағы картотекаңызды өткен өміріңді ашқан кезде одни обиды болса, одни неприятности болса, одни там чувство виныға кірген, сондай бір өзіңізді онша емес сезінген дүниелер болса, как только есіңізге алған кезде у вас прямо негативный чувстволар оянатын болса, онда сіз картигенде сол негативный адам болып өмір сүресіз. Сөйтіп өмірде негативный болып кетесіз. Түсінікті ме, қыздар? Енді ал егер де сіз өткен өміріңіздің естеліктері қандай негативный болса да, соны психологқа барып, маманға барып, соны өзгерткен болсаңыз, жақсыға қарай. То есть психолог неге көмектеседі? Сол естеліктерді өзгертуге. Мысалы, сіз оны мына жақтан ғана қабылдаған болсаңыз, психолог мына жақтан да қабылдауды үйретеді. Негізі сіз мына жерге ренжіп жүрдіңіз ғой, на самом деле ол былай болғанда болуы мүмкін деп, сізге өмірді басқаша қабылдауға көмектеседі. Түсіндіңіздер ме? Егер де сіз сол естелігіңіздің барлығын мына жақсы жақтан қабылдап үйренген болсаңыз, сіз картиген кезде, соны есіңізге түсірген кезде, ашушаң, ақылеп-оқылеп күрсіне беретін емес, көңілді, жайдары, энергичный жүретін апа боласыз. Понятно, қыздар? Енді сол кісі айтады да, әкесі жайлы айтып жатыр. Менің әкем дейді, қайтыс боларын білді дейді, 3 күн бұрын. Соның өзі айтты дейді, мен міне осы азақ қалды деп. Сонымен соңғы күндерінде жаңа қыздары кезек-кезек қондық дейді. Бірінші күні там үлкені, екінші әпкем, үшінші күні әкемнің қасында полда біз жаңа сіңліміз екеуміз жаттық дейді. Сол кезде әкем жаңағы агония дейді ғой, алысты дейді жаңа. Как будто оған біреу келгендей болды дейді. Бір нәрселерге жауап беріп жатты дейді. И сонда қатты есімде қалғаны дейді қыздар. Ол бір есін жиып былай деп айтты дейді. Қызым деп айтты дейді. Адамның өкпесінің ішінде қалады екен деп айтты дейді. Яғни обидасы өкпенің ішінде қалып қояды екен деп айтқан ғой. Прикиньте, қыздар. Ешкімге өкпелеме, және ешкімді өкпелетпе деп айтты дейді. Ана адам есін бір жинайды, бір жоғалтып, жаңағыдай оянған сайын бір нәрсе айтып жатты дейді. Сонда сөйтіп айтқан есінде қалды дейді. Түсіндіңіздер ме? То есть адам біреуге өкпеледі ма, ол мына өкпенің ішінде қалады екен. Жаңа айттым ғой, біздің алған дүниеміз бізден шықпайды. Ол біздің денемізде, біздің санамызда, бейсанамызда жақсы неме жаман естелік болып қалыптасып қалады. Ал терапия егерде жаман естелік болып қалған болса, оны жақсы естелікке айырбастауға көмектеседі. Негізі жаман естелік болып сақталған дүние ол адамның энергиясын жейді. Адамды шаршатады. Адамды алға жылжытпайды. Түсінікті ме, қыздар? Сонда жаңағы әкесі айтқан ғой, жаңағы өлер алдында бір жаңағы кетіп қалып, бір қайтып келіп сөйтіп жатты дейді. Сол кезде сол нәрсені қатты есімде қалды дейді. Адамның өкпесінің ішінде қалады екен, қызым. Ешкімге өкпелеме, және ешкімді өкпелетпе деп айтты дейді. Прикиньте, қыздар. Вот. Как вам такая информация? Мощно, да?